Иясат ойды қозғап ортадағы, билердей сөз бастайын алқадағы. Қазақстан дейтұғын байтақ елдің, Сарыарқа кіндік екен картадағы. Сол даладан Алаштың аспанына қаншама күй тарады, ән тарады. Ұлтым үшін кімдерді толғатпады, Ұлытау Ақмұранмен қарқаралы. Сардала Сәкенді десен тумаппен, қуантып Жамалсынды қартаналы. Дүниеге келгенде дүлдүл ақын, дүрсілкінді қазақтың шартарабы. Жанары жұмылғанша жарық жұлдыз, Алаштың аманатын арқалады. Сол бабам 125 жасқа толып, жинадық бишешен мен хандараны. Сәкеннің сарайына айтыс келіп, ағайын жүзімізге қан тарады. Адамзаттың сұлуы Сәкен туған, армысың ардағы зат арқада қалмайды. Бабамның бірлік десек мәңгі ұраны, даланың даусы дейін домбыраны. Жаңарқада басталған ақын тойы, жаңалығы талайды таңғыланы. Сәкен жайлы салмақты кітап шықты, жинаған ақын жайлы бар мұраны. Ақ боз үйлер тігіліп бауырына, ақ селеу жапқан төбе балбырады. Балуандар белдесіп боз кілемде, толағай күштерден де талқылады. Астанадан үй тігіп Аламанға, Алматының бәйгалды арғымағы. Күннің асты күмбірлеп күймен жырға, Имамақтың басынан ән болады. Ел ғажабы бұл тойда 10.000 литр, қымызға елдің ауды бар құмары. Маңдымыз бір мезетте пісілгенде, исінді жер ананың бар бұлағы. Гиннестің кітабынан келгендердің, көргенде ауыздары салбырады. Сөйтіп қазақ қымызды рекорд жасап, мұхиттың ар жағында жаңғырады. Алаштың аспанына шыққан Сәкен, соңына сондай сәуле қалдырады. Ақы деп арқа дейтін алып келдің, жасымнан сөздің мұнын танып келдім. Сәкен туылған ауылдың баласы едім, сәлемнің Жаңарқанын алып келдім. Ойымды бастау үшін төрге шықсам, ағайын шапалақпен шабып бергім. Бабыржан аманбысың жанымдағы, бөлмеге сәлемімді алып барып бердім. Жайықтың жағасынан келгеніңде, қонағым деп мен сені алып дәріптермін. Қойдан жуас қонаққа ұқсамайсың, себебі үстімізден сауыт көрдім. Сауытпен сахнаға шығатындай, бауырым сонша кімнен қауіптендім. Бақабірлер көп шыққан батыстағы, қаласы емес бедің даңқ белдің айына. Жарасар жақсы ақынды бұлбұл десең, көңілді кір баспай ма күлдірмесең.
Қособаның жігіті екенсің ғой, Құдай-ау қайдан шыққан дүл-дүл десем, Бекежанның жерлесі екенсің ғой, Абырай болғалы болдым десем. Кім болсам да қолақсың Сарыарқаға, мен солай ізетімді білдірмесем. Қазбек бидің ұрпағы бола алам ба, ат шылбырын кермеге ілдірмесем. Тәттімбет боп алдыңнан қарсы алайын, Құрманғазы атамдай күмбірлесең. Төлеген боп төріме көтерейін, Бекежан боп бірдеңе білдірмесең. Кімнің қауіптендің деп сұрақ қойдым, отырған жоқпын аға жауабымда. Сен өзің қауіптеніп отырсың ау, байқамай оны бүгін қалармын ба. Қит етсе Бекежаннан қауіптену әдеті ғой төлеген ағамның да. Бекежанның рөлінде ойнаған келді Асан әлідей адамның да. Артына қарай бермей тіке қарап Бекежан отыраға қағалдың да. Төлегендей ағамда қатырады, бәлеге өзі келіп шатылады. Даланы түркіменге түрме қылған туған жоқ Бекежандай батыр әлі. Арқаға сардарларын бастап келіп бір Бекежан төрінде отыр әлі. Бекежанға артық сөз айтып қойсаң, ағасы ақындығын ақырады. Бекежан қолбасшының бұйрығымен 9 деген жебелер атылады. Қызығын талай топтың тіл қыздырған, батыстай батыр елдің баласы деп, ағасы сен бойыма жүргізінған. Ал тілің мықты болсан Қасымдардай дауылды өлеңменен тұрғыз жырдан. Қасым Қарқаралыда туғанменен тағдыр оны Оралда тұрғыздырған. Жайықта жүріп Қасым ақын болды, аузымен аспаннан жұлдыз жұлған. Мен сол Орал жағынан келіп тұрмын, Қасымды кем көрмейтін күн жұлдыздан. Айналайын алқаның аппақ белі, бұл жерде түнімен той күндіз думан. Сері Сәкен жүріпті бұл далада, айналасы босамай гүл-гүл қыздан. Сәкен біздің жаққа да келген екен, келіп бір үлкен кеңес құрғыздырған. Жұрбайтымды көргенде тамсаныпты қала деп бой көтерген құндыз қырдан. Сол ауылдан келдім мен Қарағанды, қызмет қызығымды бір қыздырған. Жұрбайты деген жерден келіп тұрмын, Сәкеннің де мойнын бір-бір қызған. Баласы ұлы елдің баласыры, баласы ірі елдің бағасыры. Ұлы елдің алдында бағымыздың алшысынан аумасын ағасыры. Ағайын мен өзімнің баламдай көр, қазақтың тек қазақ қой жанашыры. Мен батыс деген батыр елден келдім, жайық деген ананы емген менмін, сөзімен күміс. Сөздері күміс тескен жерден келдім, көзімен құрыш кескен жерден келдім, кіндігі қылыш кескен жерден келдім. Амансың ба арқаның асу белі, амансың ба арқаның тау асуы. Арқасы бар, Бастан кестіреді ұлы дала сөзіне алашыны. Ананың атсызындай қадырлы ғой, тоқырау мен мұраның қарасуы. Ассалаумағалейкум Қарағанды, туған жерсің қазақтың барасыны. Қазақстанның картасы көз сияқты, Қарағанды сол көздің қарашығы. Көздесін осы теңел дөп секілді, өзімнен артық қала жоқ секілді. Көміріңді қалайша айтпай кетем, көмір Қарағандыда көп секілді. Қарағандыда қызарып жанған көмір қазақтың көзіндегі от секілді.
арқаға алғашқы рет келгенімде көрдім Төлеген деген бір ақынды. Өзіміздей ағалар болмағанда інілерге айтады кім ақылды. Дәріптеймін дедің ғой қонағым деп, ендеше жолды баста мін атыңды. Қарағанды арқаны көрсетмаған серімен тұлпар өлмес тұра тұрды. Ақтоғайға барайын ең әуелі, туған Әлихан деген бір ақылды. Қарқаралының сұлулығын көрген кезде жұтып қоя жаздайын мына тілді. Көрсетші Ұлытаудай тауды маған, туған жүрсіндер маңдай ұлы ақынды. Күстен деген ауылға апар мені, туған Сәкен дейтұғын сұрапылды. Жаңарқа жайлауына апар сосын бер балдай қымызыңмен шұбатыңды. Қымызын айтқан кезде Жаңарқаның аузынан сілекей шұбатылды. Бірге етіп кетейік өзімізбен Дидар деген керемет бір ақынды. Әңгіменен әңгіме айтып, киіз үйді жалғайық жақсы таңға мына түнді. Қонақ деп қадірлеймін деп отырсың, қонағыңа берерсің бір ақынды. Сауық деген батырдан аумайсың деп өзің айтып отырсың мына түрді. Жаяу жүрген батырлар болмайды ғой, мінгізіп жібер сосын бір атыңды. Бекежан деп айтып керегіңді, тапқандай қуандың ғой керегіңді. Асекеңе айдап сап көрегенді, білмеймін енді саған не дерімді. Тоғыз деген жебемен атады деп, іздедің қазылардан көмегіңді. Ендеше ел алдында таяу өткен, арнайын Асекеңе өлеңімді. Алапа дейтін Ресей қаласында, Асекең аспандатты беделіңді. Ең үздік ер адам деп бағаланды, әртістіктен көрсетіп шебер үлгі. 80-дің сеңгіріне келсе дағы, өрге сүйреп келеді өнеріңді. Әлемді мойындатқан абыз аға, оған Төлегенге не көрінді абай. Мына жұрт Бауыржанды кім демесін, қазақ па қазан атқа мінбегесін. Жаяу батыр жанымда ат сұрлайды, Төлеген жылқы бағып жүр дегесін. Қолқасы жерде қалмас қонағымсың, ағаның тыңдайсың ба бір кеңесін. Ат емес, саған сиыр берсем қайтеді. Жылқының сырылайын білмегесін. Саған сиыр пайдалы аттан гөрі, сапарға жиі шығып жүрмегесін. Елбасы айтқан саусаңыз екі сиыр. Көргенім Құдай-ау бұлай тұрсын, кредитіңді жауып та үлгересің. Бауыржан салмағыңды сәт көрейін, жақсымды сендей қалай жат көрейін. Арқаны аралатшы деп отырсың, мен неге шаужайымнан шап берейін. Кіші атаның баласын кішірейтпей, серілер серуеніне сап көрейін. Қарқаралы басына алып шығып, қасымда
сап туып киіп жүресің жаңарқанның даласында. Құнанбайдың жылқышысы секілденіп, жанасың сарсу нұра сарасында. Адалдығың бөлініп тұрар болса, еңбегіңді жемеймін нанасың ба? Жалақыңа жабағы беріп тұрам, мұндай табыс еліңнен табасың ба? Есектің артын туып балтап деген абайдың айтқан тілін аласың ба? Еліңді сағынғанда еңіретпей жіберіп тұрамын ғой арасында. Көке қызық екен мұның бірден. Салғанып жатырса да жырын-жырмен. Сөйлегендей ағамнан айналайын. Қадірін біліп жүрген. Бас десе аяқ деген адам құсап, жылқы десем сигілдеп күліп жүрген. Астыңа ат мінгізем демедің ғой. Аға десем інінің құнын білген. Қонағыңа мал бақтай отырсын ғой, осы сөзің өзіңді сүріндірген. Сен маған берейін деп отырсың ба, атыңды мал бағуға біліп жүрген. Шабытыңды біреулер шек деді ме, маған ағам мал бағып кет деді ме? Бақсам бағам, өйткені атам қазақ, әуелден осы еңбекті етпеді ме? Төле бидің түйесін бағып жүріп, Абылай хан биікке жетпеді ме? Қарағандының малын бағып жұмыс қылсам, ол да бір қызмет қой, тектелі ме? Қарағандының жұмысын жасап, Назарбаев президент болып кетпеді ме? Күшкенше басыңыздан баяу жалған, бағыңды қылсынаға баяндалған. Қонағына ат беріп мал бақ дейтін сенің жомарттығында аян болған. Атында сиырында керек емес, жақсы екен ғой, одан да жаяу қалған. Қалың қазақ ұйқыда жатқан кезде сәкендер, әлімхандар ояу болған. Оларға тар жол тайғақ кештірді ғой, азаттық деген асыл аяуларынан. Қайғақ кешуші күні арыстарын алаш үшін өлуге даяр болған. Сәкеннің лагерге айдалғаны өзінің кітабында баяндалған. Жаяу жүре беремін дәл осылай, шаршамаймын мен деген аяңдаудан. Сәкендерден артық біздің қай жеріміз, Ақмоладан Қызылжарға жаяу барған. Ақынбыз біздер елден нәсіп берген, Алла біздің нәсіпті шашып берген. Төлеген деген ақын жанындағы, өткен жан билік деген басып төрден. Кезінде әкім болып ел басқардың, жамбасын креслоны басып көрген. Бірақ саған билік жақ ұнамапты, жағымпаз жан емессің жасып көнген. Жиналыста жыр оқып отырыпсың, қағаздарды оқымай басып берген. Саясаттан ақыры кетіп қалдың, себебі жыр өлеңге ғашық кеуде. Өзіңде шенеуніктен айналайын. Өзіне ақша мансапты қашып көрген. Жұрттар құсап шетелге қашып кетпей, өзінің айтысына қашып келген. Айтыста жұлдыз болып жандыңыз ба? Жебедей болып жерді жардыңыз ба? Өзі ақын саятшы, өзі сері Төлеген деген ақын алдыңызда. Ағайын неге ғана қол соқпайсың, ағамызды танымай қалдыңыз ба? Әуелде бір сұлумен айтысқанда тұлпардай құладыңыз, қандығыз ба? Мен сені үйіріме қосамын деп әңгіме айтып едің әлгі қызға. Әңгіменің аяғы не болды екен, сол аруға құрықты салдыңыз ба? Сол аруға құрықты салдыңыз ба? Үйірге қарай айдап бардыңыз ба? Жүзіңіз жайнап жүр ғой соңғы кезде, себебі жас сұлуына балдыңыз ба?
Екі сиыр жайланымен айтып қалдым, сөзіне елбасының нандыңыз ба? Күйіңізді келтірген не болды екен? Bir рақаттың астында қалдыңыз ба? Сіз осы екі әйел алдыңыз ба? Жоқ әлде екі сиыр алдыңыз ба? Алқамсыз ғой негізі. Екі деп тұрып көрші. Нашым күшті. Суағы бауыржанның ерек боп тұр. Екі әйел алғандығым дерек боп тұр. Екі әйел алғанымды жасырмаймын. Олардан көрген рахат бөлек боп тұр. Тағы екеуін алсам деп армандаймын. Оны алуға өткені себеп боп тұр. Жылқы мен сиыр саны өскен сайын қосымша салымшылар керек боп тұр. Жұмысқа емес жұмысқа алғаннан соң әйелдер әжептәуір көмек боп тұр. Арқада ат ұстаған кәсіпкермін. Арасынан кеп тұрмын асып белдің. Оның рас сәкен бабам секілденіп, биліктің баспалдағын басып көрдім. Акиматтар істеді ел қатарлы, ұлтыма үлесімді қосып көрдім. Аненковтың балконын көрмесем де, олғы тұсын қоғамның ашып көрдім. Омбыдан қашып келген сәкен құсап, мен де солай ауылға қашып келдім. Мемлекеттің мойнына масыл болмай, топырағынан ауылдың нәсіптердің ай. Өр сәкен өткен еді, алмас еді. Марғасқа Махамбеттің жалғас еді. Ақындық әлеміне келер болсақ, Абайдан қалған жырдың қамбасы еді. Әдебиет әлеміне келер болсақ, мемуар жанрының арнасы еді. Сұлулық әлеміне келер болсақ, Көкшетауын көрікті болмас еді. Қазақтық әлеміне келер болсақ, азаттықтың жегілген арбасы еді. Саяси әлеміне келер болсақ, саясат құрбанының таңбасы еді. Ол кезде отар едік орыстардың, ұранымыз орақ пен балғас еді. Сол кезде сырбас сәкен жоғарыға, жолдаған хаттың бүгін бармас еді. Іс қағазы жүрсін деп қазақ тілде, сар орысты сарсаңға салмас еді. Қырғыз деген атауды өзгертпесе, қазақ деген атауын қалмас еді. Олың сәкен осылай сөйлегенде, мұндай батыл қадамға бармас еді. 44 жасында қиылсана, қыруар іс бітірген ардас еді. Ұлтымның ұлы сәкен болмағанда, жұртымның бақ жұлдызы жамбас еді. Алаш үшін атылған арыс баба, жәннатпен жарылқасын алла сен алла. Тұлғаға тұғыр болған асыл далам, құпиян қанша бізге ашылмаған. Өр сәкенді өлеңге қосқанымда, сөйлейді 20-шы ғасыр маған. Нәубет жылы қазақтың қаймағынан, кім қалды атылмаған, асылмаған. Сұңқар сәкен түскенде тұрған бұл, тұрған торға, бекзада басынан сөз асырбаған. Кісі сынып табаны тілінсе де, еңкейіп елік сатып басырмаған. Өз қолыммен берсем де оққа байлап, арман айбек өтіп тау асыл табам. Сол арманы бүгінде орын
айналайын сен аман бол, сәкенге сағынышы тасылмаған. Сәкен ортамызға оралғалы, ойымның осы болды орандары. Бауыржан айналайын ен досымен, отырмын айтысымды доғарғалы. Өзіңдей бауырыммен түгенделсін, ұлтымның ұлы жолда жоғалғаны. Қадыр мырза етші қадірлі болсын, заңғарға жетелейтін зор арманы. Сырын батыр секілді сыртын жауға бермейтін бақатын ол қоғамдағы. Сен менің бауырым бұл бағасы алтын, жалт еткен жас бүркіттей солардағы. Сені жеңу ағаңа мақсат емес, қонақ боп келгенде қол алғалы. Жөніңмен жолға салып жібере алсам, ағаңның одан басқа жоқ арманы. Сарыарқаның елінен сәлем айттың, ондағы ағайынға Оралдағы уай. Сәлем айтам халыққа Оралдағы, қосылатын шығарау оған бәрі. Сәкен жайлы жалғайын өлеңімді дұрыс болмас ізіңнің жоғалғаны. Жерім мұнайымды ағылшын сабыруда, жерімді қарағытай жабыруда. Бүгінгі замананың сиқосындай, я Алла не болады ақырында. Басқаға өкпелейтін жағдайым жоқ, жағамды жұлып алды жақынымда. Ақым кетті біреудің қалтасында, атым кетті біреудің тақымында. Құйрығын өз жұтқан жылан құсап, қазаққа қазақтысын батыруда. Қанша заман өтсе де біздің қазақтарды құртуды қатыруда. Осы қазақ айдаған ит жеккенге Сәкен деген аяулы ақынында. Осы қазақ өлтірген киігішін Ерлан Нұрғалиевтай батырында. Ағайын Қаныш Нұртазиновты да қазақ қағып түсірген қапылында. Барлығының тағдыры өте ұқсайды, соған менің көңілім ақыруда. Сәкендерім атылса қазақ үшін Ерландар киік үшін атылуда. Мына заман расымен азған болды, аққуышып көліме қаздар қонды. Гүл деп құшақтағаным қанжар болды, тас деп шашып кеткенім маржан болды. Азғанымның белгісі осы емес пе, ұлым ынжық, ал қызым шолжаң болды. Ақша деген би шықты, патша шықты, ақшасы бар не айтса сол заң болды. Азғанымның белгісі билігіңе ақиқатты кім айтса сол заң болды. Азғанымның белгісі осы болар, өтіріктер кәдімгі болжам болды. Азғанымның белгісі қарап тұрсам, азаматтың құны да тозған болды. Мүйізі қарағайдай, ердің құны киіктің мүйізінен арзан болды. Ол арқа думан болдау жалпы осында, жырменен бөленуде арқашуға. Жүйріктердің жарысын біз бастадық, төлеген деген ағам бар қасында. Мың рахмет, разы болсын Алла сізге, ризамын өзіңіздей мәртасуға. Осылай аман есен жүре беріп, айтысты асулардан тартасуға. Сен бізге биік болып көрінесің, жүргесін қазағымның арқасында. Біздер де биік болып көрінеміз өзімді ағалардың арқасында.